Адамның жеңіл немесе ауыр болуы көбіне ішкі энергиясына және психологиялық күйіне байланысты. Ауыр энергия қайдан пайда болады? Көп жағдайда адамдарды ауырлыққа ұстап тұратын оның бойындағы реніші, қорқынышы, кінәлау сезімі, өзіне сенбеу, шамадан тыс бақылау, өзінде айналасындағы басқа адамдарды да бақылауы, немесе барлығын өзім жасау керекпін деген күй. Осындай энергиялар жинала бергенде адамның энергиясы тығыздалып, адам шаршаңқы, уайымшыл, ауыр болып көрінеді. Ал жеңіл адамның ерекшелігі, оларда бірнеше қасиет болады. Олар қатты бақыламайды, ұсақ нәрселерге ренжімейді, өмірге де өзіне де сенеді, эмоцияларын ішінде ұстамайды, кез келген нәрседен қуаныш табуды біледі. Сондықтан да олардың энергиясы еркін ағады. Өз күйіңді баланста ұстағың келсе, менің парақшама тіркел, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.